Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет болып шығатын, бар жоғы 20 минутта дайын болатын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печенье өте қолжетімді, үйдегі бар заттармен жасалынады. 2 жұмыртқаны қантты салып жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз және аз мөлшерде ұнымызды салып, қамыр қопсытқышты салып, және тағы да ұнымызды керегінше пайдаланып, қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осылай өте керемет болып қамыр шықты. Енді осы қамырымызды бірден жұмыс жасай беретін боламыз. Ешқандай холодильникке қоймаймыз. Кішкене қамырымызды үзіп аламыз да алақанның көмегімен домалатамыз. Міне осындай шариктер жасап, противенге тізіп қоя береміз. Қызып тұрған пешке 220 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Міне бізде осылай болып әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар және арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ас болсын.